домалақ бізге туысқанбыз деп жүреді. Ал жаңағы Ақтамақ апа Чимгеннің қарындасы екен. Ол кісіден бала жоқ екен. Одан бала жоқ екен жаңағы. Дәстүрін жалғастырған. Бала жоқ екен. Содан кейін жаңағы Рақымбай атамен ана Бәкібал апа әке шешесі өліп қалады дағы жаңағы Тілеукенің әкесінің қолында жүреді екен. Жапар аға. Тілеукен деген мына Индираның әкесі. Шешесінің әкесі. Сол кісінің қолдарында жүреді екен. Сөйтсе жаңағы Ақтамақ апа барады ғой, төркінінде ылғи барып жүреді. Сөйтсе жаңағы Бәкібал апа сонда 12 жаста екен. Бәкібал апа. Содан әл жердеген ана кісі тумағаннан кейін, Ақтамақ апа тумағаннан кейін, атам әйел алам деп Қайдарға айтып берген мен. Соғанда Орысбаймен Нұрая сен айтыпсың, немереге айтасың, Қайдарға сен әйел ал деп айтыпсың, сен болмасың алмас етіп, менімен бұлай болды ғой Рая. Сөйсе Қайдар бейтіпті ғой бұда жында. Енді адамыз 7 қатын алған екен ғой, Райқым тәтем апам айтты ғой, мен аламын депті ғой мына. Соны ұстап апа Рая маған ұрысып, неге айтасың Қайдарға деп содан жаңағы жерде 12 жас әлі барып Чимген атаға айтады. Мына пәленше тағы әйел алам деді. Пәленшеңіз кім? Тұяқ. Иә. Отырсаңыз пәленшені білмей қаламыз. Олқым пәленшеде отырғанша білейік та. Енді сөйсе жаңағы жерде деген немене кешке шейін бабаларға өзің барғаныңмен қоймай, неменеге енді бұны сұрайсың, жас болғыз. Әке шешесі жоқ деп өйтіп қанша жаста болды? Енді қайдан білейін, мен кіндігін кесіп білесің бе? Жоқ олжақ. Содан жаңағы жерде тағы да бар еді. Үшінші рет үйленейін. Үшінші рет үйленейін деп тұр. Содан жаңағы жерде әлі бара береді да бұл кісі жаңағы дәметердің айтуы. Дәметерден естідім. Бұл әңгімені апам да айтқан жоқ, оны ешкімнен де естіген жоқ. Дәметер әкпе айтты. Содан жаңағы жерде жаңағы күздің күні дейді, жаңағы әлі барып жылап, енді ана кісі айтады ғой енді. Содан әл жерде жарайды депті. Содан ешкімге тигізбеймін, ешкімге өзім сіңілім қылып бағып өзім қол қанат қылам, қол бала жасаймын. Дейді дағы бұл кісі жаңағы өз күйеуіне әйел іздеген. Иә. Жаттан алып берсе, жатты алса, мені сыйламайды, мен қайтадан келіп отырам ба деген несі болған ғой. Ақыр бала жоқ. Ана папамды екі кемпірдің арасында енді ол баласын өздерің тапқан баланы кім бере қояды дейсің. Содан жаңағы жерде бопты дейді, айтқандай 15 жасында атамның қойына салып береді ғой. Бәкбал апа. Иә. Біздің шеше. Иә. Ал одан кейінгі туған, бірінші туған Исламбек деген аға бопты. Сонда атамның бұққанда несі бопты? Қорасы, соның қойын бұққаның аяқ жағы жазық қой, партат беске білесің. Со жерге атам тары егеді екен. Тұяқ аталарын. Сонда жаңа күздің күні дейді, жаңа тарын орып, бастырып жатқан кезде үйленіпті. Сонда жаңағы үйленіпті деймін ғой, жаңағы Исламбек ата чоңжыда оқиды екен. Атпен барады екен, атпен келеді екен. Сөйтсе кешке жақын келіп, ат түсіп жатқанда жылан чағып алады ғой ана кісіні. Естігем апа. Жылан чағып алады дағы, бұл кісі айтпайды да, қанды өзі қолын тістеп, сорып. Сөйтеді дағы, сөйтсе жаңағы жерде жарым түнде бұл кісі ұжы деген ауырады ғой. Содан тұрып, бұл кісі әл жерде не қылды деп, ақыңа не беріп сөйтсе, мен жылан чаққан депті. Таң рауанда батып келе жатқанда ана кісі жан тәрізі. Одан кейін көтермей жүріп ағаны көтереді. Имашты. Ағаны көтереді. Содан жаңағы Сәлимақан апа екі қабат ай күніне жетіп. Ағамен жежем екеуі бір жылғы ғой. 22-ші жылғы. Ағамен жежем менің бір жылғы. Сонда жаңағы Мәденің шешесі
жаңағы енді бөлек үйде ғой бұлар кісілер сайда өйтіп бүйтіп ой Сәлимақан бірінші тұңғышы ғой ана Сәлимақан толғарып жатыр десе жаңағы ағаға барады дағы бала жерге түсе салып шешеме ана ненің жолдастың несін кіндікті бүйтіп не қылып алады дағы шешемді көйлегінің етегіне салады дағы мен пәленшеге жаңағы папама қарындас жасап беремін дейді көтеріп міне көтеріп кетеді екен сонда жаңағы аға мен шешемді аға сонда бір 4 айлық па 3 айлық па сондай бала екен иә бірақ та екеуінің арасы 1-2 ай ғана екен сонда екеуі де 22-ші жылға содан әл жерде деген ешкінің сүтімен жаңағы ана Әлпия бар ғой Әлпияның Жандостың шешесінің шешесі Әлпияның шешесін жаңағы қол не қылып жаңа нәңкі сияқты қылып алады ғой Байбөрінің шешесі екеуін шешем айтады жаңа Байбөрінің шешесінің атын Ділдаш пе бірдеме мұнда өлді оғырса апа қарапай иә содан әл жерде шешем әлгі осы Ұзынбұлаққа келгеннен кейін жаңа Әлпияның шешесіне бір кимешек өзі шешем шебер болды ғой жаңа кимешекті ана кісіге бір көйлек мені баққан Алтыш болатын Байбөрдің шешесінің аты Нұрипаның шешесі соған бір кимешек бір көйлегін жаңағы Әлпияның шешесінде де мені ертіп барып онда үйленгем жоқ сонда алып барып жаңағылардың не қылды міне деп шешемді жоңқа дейді екен аппақ кісі болыпты мен шешем жоңқа дейді екен сонда жаңағы Алтыш апаммен сонда нағашы апамызды тұяқ баққан иә сонда жаңағы папамен ағаның несі болған сонда жаңағы Әлпияның шешесі мен жаңа Алтыш апа ана несі болған ғой күтушісі болған ғой көтеріп сөйтеді екен жаңағы апа шебергісі болған екен жаңа Алтышпен кімге Әлпияның шешесіне киім тігіп береді екен арқасынан қағып сонда оның әкелері тұяқ атаңның малшысы жаңа келген кісілерін күтетін нелер болыпты шешемнің айтып жүретіні сол иә сондай болыпты содан кейін жаңағы ағаны көтереді ағадан кейін көтермей жүргенде жаңағы атам өліп қалады тұяқ ата ма иә өліп қалады соның ғой нәмеңгері дейді ғой иә нәмеңгері дейді дағы жаңағы Анықбайдың Әлтіқанға қосады ғой апаны Бәкібала апаңды Бәкібаланы қосады содан Жолақ екен Жолақ 3 жасқа келгенде шешесі немен сүзек деген аурумен қайтыс болды сонда Жолақтың атын апам тумаған кісі ғой енді сонда апам туар ма екен деп жаңағы Жолақтың атын Ақжолтай қойған сол екен содан кейін Камила алған иә апам тумаған апам сөйтіп Ақжолтай болсыншы осы артынан бірдеме ерем екен деп сөйтіп Жолақтың аты Ақжолтай екен ал енді Жолақ деп кеткен тіл тимесін дейді екен да Жолақ қылып әр материалдан шапан тігіп берген екен Жолаққа сөйтсе Орысбайдың тілі жаңадан шығып келе жатқан Жолақ деп сол мына Чабан дейді екен мына кім Чәкенің шешесінің аты Чабан екен сол кісі жаңағы ат қой десе Жолақ деп қойып сонымен Жолақ атанып кеткен ғой мына Зейнолданың шешесінің аты Чабан екен сол кісінің қойған екен жаңа Жолақ деген сонымен бүткіл Жолаққа болып кеткендерің сол екен әлгі Әптіқан кейде келіп осы біздің істегенімізге Жолақ екеумізге не қылып рахметін айтып сөйтіп кетеді болды фамилиямыз дауыстырамыз рауан айтқандай ма ал енді оны рауанды бекер Анықбай деп жүрмепті ал енді оны мен де білмеймін кейін дәметерден естідім бірақ та Рая әлгіні жаңағы Тұрсын бүбіден не естіп алады дағы қайдарларға айтып неге апам айтпай кетті ғой соны әр уақыттан қорықпай бұлар Қалияның шығарғандары ғой сендерге үш қайнаса сорпасы қосылмайды немереге оларға тебеңдеп жақындасасың деп айтады екен енді әр уақыттан қорыққаннан енді бүгін ғана аузымнан шығып отыр ғой Құдай әр уақыт енді кешірсін
сондай болды балам. Бірақ та кімнен әлгі жаңағы тағы да ләззаттың бір сөзі бұға кімнен болса содан болсын бұзау өзімдікі дегендей. Апам бақты, тапқаны біреу болғанымен апам бақты. Апам мен папамның әруағын күңіретпейміз. Білдің ба? 3 ағайынды әкесі. Әкесінің балалары Имашпен жолақ бірге туған. Иә. Әкелері сондай болды. Ал енді сол, енді мен өсемде сендердің құлақтарыңды. Алла риза болсын. Апам мен папамның әруағы қолдасын енді. Әруақты көңіл өтпейді. Міне, Парқат пен Қайдарды апам бақты. Міне. Қайдар мен Парқат, Рая мен Райқанды не қылған жоқ. Әрең дегенде көнді, екеуі. Құдай салды, міне көнді. Жаман болып едік қой. Трагедия болып едік қой. Біздің үйдің баласы емессің. Енді айттық. Есейген кезің ейсің ғой. Міне өнің ғой қашты да ғой бұл деген. Жанды, кебап. Каникул сайын ақша жинап. Шаруа, ана кімнің Көлбайдың қызына сәулеге папканы тастайсап, Айбол марқымен ұрсады, зер айтады, сен біздің баласымыз емес екенсің, тәтемнің артынан еріп бекен бала екенсің десе бұл не қылады? Кебап, жүке дейтін ғой. Неге? Сарғатын дейтін мені, ол көзі тұр мені, сарғатын дейтін мен. Жоғырдың мынау, қайдан келген енді, ені болмай келген адам. Сыйдырмайсың ғой. Саужолдық ұшы, чұрзы Санта Барбара болып кетті. Ол бәрі семьяда бар. Бәрі Айтынбек пе? Қай? İmam Bek mi? Evet, Aytınbek mi? Üniversite mi? İmam Bek mi?